кейін қызды төркіндетсе, қыздың әрбір тілегі қабыл болып, барған жерінде дәулеті асып, ырыс несібелі болып жүреді екен. Сол үшін дәулетті болу пейілден, әулетті болу келіннен дейді ғой. Біздің қыздар құралсын, өссін, өнсін, балықшы әулетінің ұрпағын көбейтсін. Осы жолдасыменен ары қарай үлкен әже болсын, әулетіне сыйлы келін болсын деп осындай құрақ беріп жатыр. Соған оқтауменен тақтай беріп жатырмыз. Мен бұны арнайы оқтаумен тақтай беріп жатқан себебім, мына оқтауларың қолдарында болсын, тілдеріңде тоқтауларың болсын. Ата енелеріңнен асып кетпей, тек үйлеріне мейман келген кезде қамырларыңды жайып жүре беріңдер. Үшін осы әппақ кілемді үйлеріңе төсеп, өмірлерің әппақ болсын. Енді біздің үйге Айбын деген жиеніміз бірінші рет келіп отыр. Бәсіре деген болады. Ол Бәсіреге негізі бұрынғы ата-бабамыз енді қара мал берген, бірақ енді бұлар қазір қалада тұрады, оның үстіне современный заман дейді ғой. Сол үшін Айбын деген жиенімізге осындай көк ұлдар тағатын алтын браслет. Енді граммы деген 4 грамм, бір бұзаудың бағасы. Сол үшін міне итальян